басымнан көп сынақтар өтіп жатыр. Бір күнәдан бір күнәға қайта ұрынып қалып жатым. Бұл неден дейді? Негізі адам проблемалар келген кезінде өзін зерттеу және де сол проблемалар қайдан келіп жатыр деп қарастыру, ояну, бұның өзі ол кісінің жүрегінің ояулығын білдіреді. Әйтсе де Алла тағала Құран-ы Кәрімде Саф сүресінің 5 аятында «Фәләммә зағу азағаллаху құлубахум» деп айтады. Олар бұрылған кезде Алла тағала олардың жүректерін бұрды дейді, адастырды. Яғни сіз күнәға ұшырасаңыз, онда бірінші орында сіздің жүрегіңіз сол күнәға рұқсат бергендігі. Сондықтан кейде біз ойым өміріме әсер етпейді деп ойлаймыз, немесе ойменен өмірімді өзгерте алмаймын деп ойлаймыз. Бұл қате. Адам ойын түзету арқылы өзін түзетеді. Өйткені жүрегіне жаман ой кіруіне рұқсат беру арқылы кейіншелік сол күнәға баруына да рұқсат, жаман іс жасауына да, өзінің ұятының, арының, намысының кетуіне де себепкер болып қалады екен. Алла баршамызды бұндайдан сақтасын.